Мұрнымызбен асықпай шығарамыз. Мұрнымызбен дем аламыз, аузымызбен асықпай шығарамыз. Денемізді барынша босатамыз. Денемізді барынша босатамыз. Бар ойымыз демде. Дем алып жатырмыз, дем шығарып жатырмыз. Дем алып жатырмыз, дем шығарып жатырмыз. Дем алып жатырмыз, дем шығарып жатырмыз. Денеміз барынша жеңіл. Ойымыз аппақ қағаздай тап-таза. Ойлау процесін тоқтатамыз. Бар ойымыз демде. Демді алып жатырмыз, шығарып жатырмыз. Тамаша. Енді сұраймыз. Менің ішкі түйсігім. Мендегі осы мәселе, өз мәселелеріңізді айтыңыздар. Мысалы, қарыз, немесе аллергия, немесе қорқыныш деген сияқты. Осы мәселе маған қандай пайда әкеліп жатыр? Маған бұл мәселе не үшін қажет? Сұраймыз өзімізден. Ең бірінші келген жауап дұрыс жауап болады. Жауаптарыңызды айтып отырсаңыздар болады. Дауыстарыңызды қосып, жауаптарыңызды айтып отырсаңыздар болады. Ешқандай пайда әкеліп жатқан жоқ дейді. Қорқыныш сұрағым жаңа. Ешқандай пайда әкеліп жатқан жоқ. Ол сізге негізі пайдалы болып тұр. Сұраймыз. Бұл қорқыныш маған не үшін қажет? Қорқыныштың да бір пайдасы бар негізі. Қорқыныш маған не үшін қажет? Машинада отырсыз, жылдамдық асып келе жатыр, сіз қатты қорқып жатырсыз. Неге қорқып жатырсыз? Қорғану үшін деп тұр. Қорғану үшін, иә, қорғану үшін. Енді бірінші жауапты алсақ, бәріміз алдық па бірінші жауапты? Мысалы, осы ханымда қорғану деген жауап келді. Соны ары қарай сұраймыз енді. Қорғану маған не үшін қажет болды? Қорғану маған не үшін қажет? Өзіңді сақтау үшін деп келіп жатыр. Тамаша. Өзімді сақтау маған не үшін қажет? Ары қарай сіздер де жалғастыра беріңіздер. Өзімді сақтау маған не үшін қажет? Өмір сүруің үшін дейді. Өмір сүру үшін. Тамаша. Дұрыс. Өмір сүру маған не үшін қажет? Өмір сүру маған не үшін қажет? Ұзақ жасауың керек дейді. Маған не үшін ұзақ жасау қажет? Маған не үшін ұзақ жасау керек? Себебі сен әлі жассың, әрі қарай көретін күнің бар дейді. Жақсы. Ары қарай жауап бар ма? Бір жерге кеп өзі тіреледі. Осылай маған не үшін керек, маған не үшін керек деп кете бергенде. Жас болып ұзақ өмір сүру маған не үшін қажет? Тағы да сұрап көрейік. Жас болып маған ұзақ өмір сүру үшін не үшін қажет? Сенің мақсатың бар дейді. Мақсатыма жету маған не үшін қажет? Мақсатыма жету маған не үшін қажет? Жалғастыра береміз. Әрқайсымыз өз мәселемізді айтып жалғастыра береміз. Мақсатыңызға жету не үшін қажет? Ол сенің ізгі арманың дейді. Ізгі арманыма жету не үшін қажет? Ізгі арманыма жету не үшін қажет? Ол себебі сенің басты мақсатың дейді. Демек, сіздің түпкі пайдаңыз мақсатыңызға, арманыңызға жету екен. Қандай күшті бір мақсат, армандарыңыз бар еді, бөлісе аласыз ба? Психосоматолог практик болғым келеді негізі. Тамаша, керемет. Енді психосоматолог практик болу үшін, осы мақсатқа жету үшін машинада отырғанда қорқу қажет па? Жоқ. Жоқ. Ол үшін білім алу керек, іздену керек, білім алу керек. Иә. Енді түйсікке тапсыру керек. Дұрыс. Менің ішкі түйсігім? Менің ішкі түйсігім?
Мгм. Психосоматолог практик болу үшін Психосоматолог практик болу үшін маған жаңа позитивті мінез құлық моделін құрастырып бер. маған жаңа позитивті мінез-құлық Моделін. моделін құрастырып бер. Мгм. Ол қоршаған ортаға да маған да қайырлы болсын. Ол қоршаған ортаға да маған да қайырлы болсын. Мгм. Менің барлық ішкі түйсіктеріммен келіс. Менің бар ішкі түйсіктермен келіс. Мгм. Менің барлық ішкі ресурстарымды қолдан. Менің бар ішкі ресурстарымды қолда. Мгм. Енді 5 секундтай күтеміз. Түйсік бізге жаңа бағдарлама құрастырып жатыр подсознаниеміз. 1, 2, 3, 4, 5. Сұраймыз, модель дайын ба? Модель дайын ба? Мгм. Қайталап жіберсең дейді. Мгм. Менің психосоматолог практик болу үшін Менің психосоматолог практик болуым үшін жаңа позитивті мінез құлық моделін құрастырып бер. жаңа позитивті мінез-құлық моделін Моделін құрастырып бер. құрастырып бер. Мен не істеуім керек? Мен не істеуім керек? Мгм. Енді сұраймыз, бірінші модель қандай? Сізге не істеу керектігін айтады. Бірінші модель қандай сұраймыз? Іздену керек дейді. Екінші модель қандай? Оның өзіңе жарату керек, қажетіңе жарату керек деп тұр. Қажетіңе жарату керек. Өз өміріңе қолдан деп жатыр, иә? Өзіңе қолдан деп жатыр, иә. Үшінші модель қандай? Адамдарға пайдалы бол дейді. Тамаша, супер. Төртінші модель қандай? Сол арқылы сен бақытты боласың дейді. Өте тамаша, керемет. Демек бізде осы үш модель, төртіншісі ол бақытты болу деген модельге жатпайды, иә, ары қарай. Ендеше түйсікке тапсырамыз. Менің ішкі түйсігім. Менің ішкі түйсігім. Осы үш модельдің. Менің осы үш модельдің. Қажетті жерде, қажетті сәтте. Қажетті жерде, қажетті сәтте. Қажетті уақытта. Қажетті уақытта. Орындалып тұру жауапкершілігін өзіңе тапсырамын. Орындалып тұру жауапкершілігін өзіңе тапсырамын. Рахмет, ішкі түйсігім. Рахмет, ішкі түйсігім. Тамаша, жарайсыз. Қалғандарымызда үлгердік. Қабыл алдым деп жатыр. Рахмет сізге. Тамаша. Терең демаламыз. Мұрнымызбен алып, аузымызбен шығарып, 3-ке дейін санағанда айналамызды сезініп, көзімізді ашамыз. 1, 2, 3. Көзімізді жаймен ашамыз. Жарайсыз. Тамаша, өте керемет. Сіздің есіміңіз кім? Гүлнара. Гүлнара ханым, тамаша, жарайсыз. Басқа қатысушылар, видеоларыңыз қосасыздар ма? Үлгердіңіздер ма жасап? Басқа қатысушылар? Жақсы. Жалпы осылай жасырын пайданы біз осылай анықтайды екенбіз. Және оны алып жаңа позитивті модель құрастырдық. Басында жаңағы қорқыныштың артындағы пайда ол психосоматолог маман болу арманыма жету. Сонда психосоматолог болу үшін міндетті түрде қорқу қажет па машинаға отырған кезде, өмірімді сақтауым керек деген. Жоқ, ондай қорқыныш қажет емес. Психосоматолог болу үшін біз іздену керекпіз, оқу керекпіз және соны өз өмірімізде қолданып адамдарға пайдалы болу керексің деген жаңа позитивті жаңағы нені құрастырып берді түйсік. Оны өзіне қабыл алды. Енді ол қажетті жерде өзі сізге жасатып тұрады. Қажетті адамдар жолдады, қажетті мүмкіндіктер туындайды. Өзі осылайша сізді сол арманыңызға қарай жетелейтін болады екен. Әумин, рахмет. Тамаша. Алла нәтижесін берсін. Терапия негізінде 90 күннің ішінде толықтай жүзеге асады. 45 күннен бастап жаймен нәтижесін бере бастайды. Ал түйсігі полный ашық адамдарда уже 2-3 күннен бастап нәтиже бере бастайды екен. Терапиядан кейін аздап кішкене бас ауру, жатқың келу, ұйқың келу сияқты сондай бір сезімдер болады. Кейде біреулерде іш ауру болуы мүмкін,
құсу, жүрек айну сияқты нәрселер болуы мүмкін, но болмауы да мүмкін кейбіреулерде. Өйткені мынау жаңа программа біздің денемізге, осы қоршаған ортаға бейімделу қажет. Сол бейімделу кезінде осындай ағзамызда процесстер болып тұрады екен. жаңа мен түйсік деңгейіне кіргенде мына санам үлкейіп батқан сияқты, айналам үлкейіп батқан сияқты, толып батқан сияқты болып кетті ма, бірдей болып кетті. Иә, өйткені біз анау иә кеңістікке шығады. Біздің түйсігіміз өте кең. Түйсікте толып жатқан мәселелер бар, толып жатқан біздің майда бөлшектеріміз бар. Соның бәрімен біз уже байланысамыз деген сөз. Егер біз түйсікті тыңдай алатын болсақ, бізге өмір сүру өте жеңіл болады. Нейрондарға байланысты шығар, нейрондар бар ғой. Иә. Сол ескі нейрондық байланыстарды бұзамыз да жаңа нейрондық байланыстарды құрастырады екенбіз біз түйсікте. Бұрынғы ескі образдарды алып тастаймыз, жаңа образдар құрастырамыз. Вот осылайша біз өз-өзіміздің жанымызды емдеп алады екенбіз. Жалпы осы бүгінгі сабағымыз. Сіздерде сұрақтар бар ма? Сұрақтарыңыз бар ма? Қатысушылар? Жақсы, ендеше бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Жеке терапия жүргізесіз бе дейді. Иә, жүргіземін жеке терапия. Маған жекеме шықсаңыздар айтамын. Бұлай жұрттың көзінше көрінбей, адамдарға жеке мен өтемін десеңіздер, онда ол ақылы түрде болады. Егер осылай конференцияларда осылай қосылып отырып өтем десеңіздер, мен сіздерге тегін жасай беремін. Жеке өткілеріңіз келсе, онда ақылы түрде болады. Жекеге шығып жазсаңыздар болады. Жалпы негізгі менің мақсатым сіздерге осылай тегін сабақ, тегін терапия өткізу. Өйткені курстың қалай өтетінін көрсе екен деген ниет. Қатысушылар қалай курс өтеді, курста не үйренеміз, не істейміз деген сияқты нәрселерді білсе екен деген ниетпен жалпы ұйымдастырып жатырмын. Ол курсымыз, сұрақ жоқ дейді, жақсы. Курсымыз осы 15 шілде күні басталады. Осы чатта отырғандарға жеңілдік жариялағанмын бастапқы бағасынан. Ол жеңілдіктің де бағасы күннен күнге өсіп жатыр, соны ескертемін. Алдыңғы жеңілдікпен өзім үшін тарифі 190 мың теңге, психосоматолог боламын деген тариф 349 мың теңге деген болатын. Ол өсті уже. 190 мың емес 210 мың болды. Ал психосоматолог ол уже 360 мыңға көтерілді. Жаймен көтеріле береді, сол бастапқы бағаға жетіп қалмай тұрған кезде алып қалуға сіздерге жаңағы кеңес айтамын. Жалпы осы курс туралы, терапия туралы ақпарат қажет болса, маған жекеме шығып жаза беріңіздер дейді. Қарыз проблемасы, жұмыссыздық дейді. Жақсы, ендеше сұрақ жоқ болса, бүгінгі конференциямызды аяқтаймыз. Қатысқандарыңызға үлкен рахмет, ризамын. Уақыттарыңызды бөліп, қатысып жатқандарыңызға ризамын, қуаныштымын. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар. Бүкіл әлемнің бақытын тілеймін сіздерге. Бай қуатты, берекелі болыңыздар. Рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.